Қалай ойлайсың? Ауылға жібергеніміз дұрыс болды ма? Дұрыс, конечно, өзіміз ауылда өстік қой. Қайта ауылға барып сәл пісіп қайта. Әйтпесе мына тиктоктар мен милары ағып кететін болды. Ауылда тикток жоқ дейсің бе? Бар ғой, бірақ онда интернет жоқ қой. Аман есен барып келсе екен. Қалайсыңдар, өздерің бәрі жақсы ма? Жақсымыз. Жарайды, үйге кіріп шай ішейік. Кеттік, шай ішейік. Боташ, қалайсың? Жақсың, Мәкүш, өзің қалайсың? Мен жақсымын, сен қалайсың? Сен өзің қалайсың? Бір каникул басталып, адам құсап демалам ба дедің, үйдің түріктері бітпей оған қараш. Айтпа, қазір бәрінде сол. Бірақ қызық болатын болса, бәріміз партаның үстінде сурет салып отыратын едік. Мен зато сол партаны құшақтап, ұйықтап жататын едік қой. Сәлима апай сені ұйықтатып қояды екен. Сәлима апайдың өзі ұйықтап отырады емес пе сабақта? Бәсе, соның сабағында бәрі неме тұп-тыныш отырмайсың. Қайсар, тұр! Ана сиырдайды. Не, қазір. Қайсар. Бір сиырдайды шана. Қайсар, тұр дедім ғой саған. Ана сиырдайды. Қазір айдайым. Асыр деймін саған. Сиырдаш бар. Қайсар, тұр дедім ғой саған.
Айсар! Не болды? Пошла, сиди айтаршы. Не айдың? Пошли, басымда отырмын. Оқай мені шақырады. Мамам бірдеңе саған. Сәлем. Таң атпай үшеуің не істеп жүрсіңдер? Магазинға келді. Жүріңдер. Қазір былай жасаймыз. Мен барып ішке кіріп сөйлесем. Сендер жағаласпайсыңдар, түсіндіңдер ғой? Не үшін? Саған қарыз берем, а? Саған қарызға берем, айтшы. Жоқ. Енді түсінесіңдер ма? Екеуіңе қарыз бермейді, ал маған береді. Сол үшін мен сөйлесем. Қазір кіріп, балыққа керек заттардың бәрін аламыз. Алған соң, балыққа түсте барамыз да, балықтың бәрін аулап болған соң, сатып, қарызды жауып, қалған ақшасын бөліп алмаймыз ба? Жақсы идея. Қазір өзенде балықтар толып жүр дейді ғой. Сетте мынандай балық ұсталыпты ғой. Кеттік онда. Мақпал! Жанбай сен ба? Газ күшетім мен сесте шығам. Ал не керек? Айта беріңдер. Бізге... Ей, Марат, не болды саған? Өзім шешем деген қайда? Әлде тілін жұтып қойдың ба? Сендерде бәрі дұрыс па? Айжан, саған по секрету айтайын. Марат саған қарсы. Ей, онда емес, бізде балыққа шығайын дегеніміз ғой, сол қармақ бар ма? Біз... Ең болмаса балыққа себетін бар ма? Марат, бізде ондай жоқ. Мақыл, онда колбаса берші. Тағы не аламыз? Помидор мен огурца колбасамен зор кетеді, нан. Сосын помидор мен огурца бере салшы. Нан бар ма? Нан жоқ. Мақыл, онда қажет жоқ. 2100 теңге. Жаза саласың ғой, я. Жігіттер, мен қарыз бермеймін. Мамам өлтіреді мені. Ой, өтініш жаза салшы, кешке қайтарам. Жоқ. Біз балыққа баратыр қой. Бал аулап барғаннан кейін сатамыз. Ақшаны қайтарып береміз ғой. Жаза салшы. Точно қайтарып бересіңдер ма? Я, точно айтамыз. Жарайды. Бірақ маған кешке қарай бір бал әкеп беріңдерші, ә? Жақсы, айтқан бос. Сен сиырларын ерте шығарыпсың ғой, ә? Әшейінде кеш тұратын едім. Сол анам ерте тұрғызып, қаладан қонақтар келеді деймін. Қойш, қадың, қонақтар келе ма не? Иә, сол әкемнің ағасының, нағашысының балалары бар ғой. Солар келіне жатыр. Қаладан келеді де. Иә, соны күтіп алып едім. Сонда сенің қалада туысың бар ма не? Сенің не жұмысың бар, інім? Осылардың әңгіме тыңдайтындары жаман не? Күшінде болды. Ойбай, өздерің өсіп кеткен құсамандашы. Қайсар қайда? Ол ма? Ұйықтап жүр. Осы Қайсардың ұйықтағаннан басқа істейтін жұмысы бар ма? Сол ғой. Кетейік. Соны тап діндесің ұйқым кетті.
жатсың маған бұларды? Тоқтай тұршы. Жаным, мен бір кітап таппай жатырмын. Болды, тоқта. Не алсаңшы? Жыртылды. Не істейміз? Жүр кеттік магазинге барып көрейік. Клеймен жабыстырармыз енді. Иә, содан? Ағаш болмайды ғой. Екеуің неге тұрсыңдар? Ең болмаса біреуің көмектессіңдерші. Арман тыстан ба? Жігіттер, бүгін күшті болайын деп тұр. Сендер точно балық қай жерде көп екенін білесіңдер ма? Мен негізінде сонда айтсам ше. Білмеймін. Балық қай жерде көп екенін Қайсар жақсы біледі. Қайсардың қармағы бар емес пе? Онда кеттік Қайсарға. Бірге ертіп аламыз. Не істейміз lan? Не қыстапты? Оқу бітіп, каникул басталғанда кітап оқиын дедіңдер ма? Жоқ, керісінше біз бұларды тапсыра алмай жүрміз. Айттым саған кеше тапсыра салайық деп, сол кезде тып-тыныш қана жыртпай-ақ құтылушы еді. Мен де айттым ғой саған. Мынаны қарашы. Кітап жыртып алдыңдар ма? Иә. Кітапханашы апай енді бастарыңды жұлады. Бірақ менде бұдан құтылудың бір амалы бар. Жағай, маңыз. Жапса ма өзі? Ой, иә, жапсат. Жылда кітаптарын осылай тапсырып жүрмін ғой. Қайсар. Қызың кеп тұр, Қайсар. Мен бұны қалай тез ояту керек екен білем. Қалай? Қайсар, қызың кеп тұр. Жаным тұршы. Шынында бастарыңыз істемейсіңдердің, аяғымды күтетіңдер ғой. Енді сен басқа қалай оятасың? Біздің Қайсардың ұйқысы аюдан да мықты ғой. Аю, қыстаған ұйықтайды ғой. Сен бір жыл ұйықтайтын аюсың ғой. Аюды көмектесуге бергейші. Көреміз кімнің қалай ұйықтайтынын. Балық. Балыққа барамыз. Біз ба? Иә. Кеттік онда жылаңдар. Жеттік. Бірақ аяқ қалғаса аштан қатамыз біраз ала өтті. Бар ғой. Мені қия. Құмфанды. Қалбаса қайда? Ачы қалбаса ойнайтын. Иә. Қалбаса қайда? Қалбаса болса бармаймын. Бар қалбаса. Бірақ
Бірақ рет қана Бірақ етмес, жартысын істеп жеп қойған соң қаның ашпа не? Пиш береді. Осылай тұра берсек қазір кешігеміз. Кеттік. бірақ рет қана істедім ғой. Тоқтаңдар, мен де орап. Ақерке, қалайсыңдар? Сәлем. Сәлем, қалайсыңдар? Мен сендер бұлай тез келеді деп ойлаған жоқпын. Қош келдіңдер біздің ауылға. Иә, Ақерке, үй жақын маңайда ма? Иә, үй жақын жерде жаяу алып қойсақ тез жетеміз. Тоқта, біз сонда жаяу барамыз ба? Иә. Мен сонда жап-жаңа кроссовкимен шам басып жүруім керек пе? Біздің ауылды шам пайдалы. Сумкамызды алайын деп жатсың ба? Не істеп жатсың? Ұят емес пе? Қыздарға сатып қойған ес? Жаңа ғана Ақерке мына тұрған жер деген жоқ па? Өзіміз ақ бара саламыз. Реніш болмасын қыздар. Жоқ, ештеңе етпейді. Бәрібір де сендер қонақсыңдар ғой. Вот именно қонақпыз. Жарайды, болды. Жүріңдер үйге. Ботагөз. Мен қонақтар үйге құртсам, мен кешке келсеңіз. Ботагөз. Ал, Ешіне. Кешке көрсеңіз. Иә. Мыналар өзі жоқ. Аңсар. Қойшы. Мыналарың қай ауылыңыздар? Ауылдар да бар ғой. Қыз ба ауылма жат алмайды екенсің, е? Бәрі аппақ. Айтпақшы, кімнің үйіне келген? Ақерке. Жай ма? Сол қаладан туыстар ғой. Ақерке, қалада туысқандар бар ма? Әкесінің, ағасының, нағашысының бөлімдерінің балалары. Кім? Әкесінің, ағасының, нағашыларының, бөлесінің балалары. Кім? Әкесінің, ағасының, нағашыларының, бөлелерінің балалары. Қысыңдар шықшы. Балық бар еді. Сен аңсар үйге бар да, сиырды астына салып қойды. Неге мен тазалаймын? Тазалама. Мақталыңдар еді. Жарайды, құрсын біз Мақпал екеумізге кітап тезірек тапсыру керек. Жүр, кеттік Мақпал. Ажан, маған қарызға парашют бересің. Жүрші, беріп тұршы енді. Жарайды.
Акош, мен жұмысқа кетіп бара жатырмын. Мына келген қонақ балаларға ауылды көрсет, балалармен таныстыр. Жарай ма? Жарайды. Ал балалар, қысылмай отыра беріңдер, күндеріңді қызықты өткізіңдер. Ал жарайды, жүріңдер, сендерді жақсылап тұрып ауылда қыдыртайын. Ауылда қыдыратын не бар дейсің? Темек, одан да пабг ойнайық. Макс, қайдағы пабг, ауылда сет жоқ емес пе? Кішке ойлансаңшы. Ақош ұят болды. Жүр одан шығайық. Ал мен ұйықтаймын. Мадина, сен жол бойы ұйықтап келдің ғой, ұйықтап шаршаған жоқсың ба? Жоқ, шаршаған жоқпын. Біз ұйқы екеуміз бір-бірімізді қатты жақсы көреміз. Жүр оданшы, Мадина, шығайық. Ауылға бір рет келген соң, ауылға аралап өмір тіршілігін көрген дұрыс. Солай емес пе? Менің де жүргім келіп тұрған жоқ негізі. Ерініп тұрмын. Мен қалам, Мадинаның ұйқысына қарауыл болам. Мен не сендерге кішкентай балам ба, ұйқымды қарауылдайтын? Мадинаның ұйқысын қарауылдаудың қажеті жоқ. Оң қолдағынан бәрібір ешкім қасына жақындамайды да. А вот қырсыққанда мен ұйықтамаймын, сендермен бірге барам. Жақсы, жесек жүріп қайтайық. Ең алдымен дүкенге кіріп шығайықшы, бірдеңе жегім келіп тұр. Жарайды, жүріңдер онда. Жай қалай. Қайсар! Ақырын айтсыш. Саған не жоқ, інім? Ойнап жатырмын ғой. Інім дей берміш. Мен де ойнап жатырмын ғой, інім. Қойыңызшы, Мақпал тәте. Ой, жарайды. Қайсар қайда? Ол ма? Ол жоқ. Ол қайда? Балық қайда. Ол, бүгін балық жейміз ғой, я? Сендерді білмеймін, мен точно жеймін. Ей, жарайды, біз кеттік. Қалжындайым. Олар кешке барлығын жинап, от жағамыз деген. Кім-кіммен кетті ол? Арман, Айбек, Марат бүкіл шашылып кетті ғой. Доп ойнайтын ешкім қалмапты ғой. Мен бармын ғой. Ойнай аласың ба? Әрине. Жүр. Ей, Батыр, тошыңды таста, біздің добымызды жарайын деп тұрсың ғой. Ол доп жаратын болса емес, бас жаратын болса. Ой. Айттым ғой сендерге. Осы жер ма, Қайсар? Иә, осы жер. Бастайық онда. Бастайық. Жайды екен. Бастайық. Қалай сен бастайсың? Мен бастайын. Ей, Ақбел, мен бастайын. Кешпе, балық ойын алымсып, өзім бастайын. Онда мен екінші олам. Онда мен үшінші. Онда мен төртінші. Қайсар, сен аулай бер, ал мен дастархан жайнатып жіберейін да, я. Ажай, сәлем, қалайсың? Сәлем. Қарасаң, сатылаушылар екен. Ажай? Я, Ажай. Негізі атым Айжан, бірақ інімнің тілі келмей Ажай деп сосын бүкіл ауыл Ажай деп кеткен ғой. Қызық екен. Бізде қалада басқаша. Мысалы, мен атым Айзада, бірақ достарым барлығы Айза дейді мені. Айтпақшы танысып қой. Ол Айзада, Мадина, Темірлан, Мақсат. Сәлем, танысқанға барсың. Бұл менің әкемнің ағасының ағашының бөлесінің балалары. Қойшы солай ма? Мына чипсы 160 теңге тұра ма не? Иә. Ауылдан сатып алып, қалаға барып сату керек қой. Бизнес болды сол кезде. 500 теңге. Айтпақшы, Ақош, сендер бүгін доп ойнауға бармайсыңдар ма? Қонақтар магазинге келеміз деген. Үйге барып киім ұзастырып шыққан соң баратын шығармыз.
Мен де барғым келіп тұр, бірақ мамам ауданға кетіп еді, бүгін кеш келеді. Кешке дейін магазинде тұру керек. Жарайды онда. Ертең көрсеміз ғой, иә? Рахмет. Рахмет, сау бол. Сау бол. Қайсар, мен екінші бола салам ау. Мен екіншім? Сен атуды білмейсің ғой. Не, 15 минут сайын қасағат білмеймін неше оған. Әйтеуір 15 минут сайын ауысып отырайық. Мынау екінші болып, тура осының кезегінде балық түсіп, балықпен бірге мынаны тартып алып келсе да. Армадай қатырасың сен. Тартыр отыр, Қайсар тарт. Тарт! Балық! Са. Балықтан нормально. Шешек алып келсе, шешекті. Шеш. Антагоид, Мақпал, қалайсыңдар? Айтпақшы Мақпал, бұл менің қаладан келген туыстарым. Танысып қой. Айзада, Мақсат, Темірлан, Мадина. Ботагөз, сен нешінші класс оқисың? 9-шы. Біздің де Темірлан 9-шы класста оқиды. Өздерің волейбол ойнау білесіңдер ма? Ал өздер? Мен дейтін, волейбол, футбол, баскетбол, любой шашым ма? Спорт дейтін, зизм ма, зизм. Ал көрейік ақ. Ал өзіңді көрсет бауырым. Адына, мә, тос. Тақпайсыз ба? Сен не қылса, топты бір жаққа қарай берсейші. Енді аңсар солай ойнайды енді, мән бермей-ақ қойыңдар. Аңсардың ағасы бізбен бір сыныпта оқиды, содан кейін ол бізбен көбінесе бірге ойнайды. Айтпақшы, олардың бәрі жиналып балыққа кеткен. Иә, сендерге айтуды ұмытып кеттім. Бүгін кешке бәріміз бірге жиналып, от жағып, балықты түсіне отырық. Мүмкін сендер бізге қосыласыңдар. Ауылдың қыздары енді бастаған деп тұр ғой. Еще біздің ауылдың балалары балықты күшті аулайды. Айбекте гитара бар, бәріміз бірге отырып өлең айтамыз. Гитараны қоя тұр, қасына креветка алып келе ме екен? Креветке? Балық деді ғой. Чё, балық ұнамай ма? Ұнайды ғой, просто қасына креветка болса. Бәсе, сен барлығын жей беретін едің ғой. Жігіттер, маған да колбаса қалдыңдар. Колбасан жартысын жеп қойдың ғой тұғылып. Егін келсе кел, жеп ал. Жоғый, тұра берсіңдер. Қазақ қамақты балағы сүйріп кетеді. Айбек, бар қармақ тұсайтыш. Бағана мен сұрағанда бермеді ғой өзі. Тұрсын енді сол жерде. Жегін келсе кел, жеп ал.
Айттым ғой сендерге. Қармақты өтіп қоймаңдар деп. Айттым балық алып кетеді деп сендерге. Қалмақты татып кететін не балық соншама ол? Бұл жерде балық та қойған жоқ қой. Енді қалмақ ой жүзіп итші. Айттық қой сендерге қарап тұрыңдар деп. Бір колбаса көрмеген адам ұсап, жамырап. Жеңдер бар енді колбасаларында. Не балық жоқ, не қармақ жоқ. Енді мен 100 бат келейін ба? Құмашей, батып кетіп та. Отырайық сенде жоқ қармақтар. Арман. Я. Ал. Бар да стаған бақты алшы. Кеттік қайтайық. Бесенің жері сәкті. Жоқ. Сосын магазинге қалсын ба? 2000 теңгеге набалық бермейсің бе? 200 теңгеге алмайды оны. Сонда да күн бойы істеген еңбегіміз ба? Әкеш пе? Балық та жоқ, қармақ та жоқ. Қыздар от жағып күтіп отқан сөйлем. Бүгін балықтың орнына Арман дейін. Жангүл келіп жатыр. Сәлем, қалайсыңдар? Сәлем. Айтпақшы таныс болыңдар, бұл Жангүл. Жангүл бұл Айзада, Темірлан, Мақсат және Мадина. Бұлар менің әкемнің. Я, білеміз. Әкеңнің ағасының, нағашысының, бөлелерінің балалары. Онда 8 адам болатын болдық қой. 2-ге бөлініп, ортада ойнайық. Ойнайық. Онда 2-ге бөлінейік. Арман, мойындағын тастан сасықпайды. Сасық емес, өзі дейсі ғой. Жігіттер, ауа келдік. Не істейміз енді? Айзанға барып, қарызын бүгін төлей алмайтынымыз ескерту керек. Ұят болды. Көп балық аулағанда бар ғой. Осы кезде қарызы төлеп тұр, қалған қыздармен қор жеуші едік. Ештен етпейді. Мауда балық қой. Өзіміз қойып жейді. Арман, маш.
жігіттер, сендер күте тұрыңдар, мен қазір Айжанды сыртқа шақырып келем. Білесіңдер ғой, мамасы білсе, 2 аяғымыз бір етіп кетіп қалады. Күте тұрыңдар, сендер қазір келем. Жігіттер, қазір Айжан шыққанда өзім сөйлесем. Сендер үндемей тұрыңыз, жақсы ма? Мадап қоя салшы сен. Айжан шыққан кезде сен тілін жұтып қоясың ғой. Я, балаға келдіңдер ма? Арман, ойындағы мерейлің құтты болсын. Көп балық аулаған үшін берді ма? Я, ой, жоқ. Я дегенде ұсталынған балық осы ғой. Түсінбеді? Айтшы. Бар балық осы. Айжан, түсінбегенде былай ғой, менің қармағымды жаңа суға жіберіп алды. Сосын біз балық аулай алмай қалдық. Енді сен қарызын төлей алмай тұрмыз. Сендер маған бүгін береміз деп айтқандар ғой. Айжан, сен бізге 1-2 күн берсең, біз саған қарызын қайтарамыз. Марат, сендер маған төлейміз, қарызыңды қайтарамыз деп алдыңдар ғой. Білесің ба, мамам білсе мені өлтіреді. Мен де сендерге сен қарыз беріп жүрмін ғой. Айжан, қарыздың алдына мынау балықты аласың. Арман, сендердің қарыздарың 2100 теңге. Мынау балығы 2000 теңге түгілі. 200 теңгеге де алмайды ғой. Мен де баланы солай айтқам. Жігіттер, мен нешесі білмеймін. Егер мен мамам өлтірмесін десеңдер, маған ертең кешке дейін ақшаны қайтарыңдар. ертең кешке мамам қарыздар деп тексереді. Сендер, мен де ақымақ. Қарап, ұят болды. Кеттік енді. Боластан. Өй, пернеме, осының бәрі сенің кесің. Ботагөз, кешірші, байқамай қалдым. Ботагөз, кешірші. Кешірші, өтінемін. Ештеңе етпейді. Ботагөз! Темірлан, бұны не? Қыз бала ғой. Мен енді әдес деген жоқпын ғой. Темек, сенгі расында да дұрыс болмады. Сонша қатты тұрғаның не? Ой, Мадина, енді сен сөйлеген қалып еді. Айттың ғой, ойынға беріліп кетіппін. Байқамай қалдым. Мә, шынында да қатты тиіп кетті, я. Негізі, менің кінәм. Мен бұқпағанда Ботагөздің бетіне тимейтін еді. Мен оны қуып жетіп алып кешірім сұрайын. Мен де сенімен барам. Тоқтаңдар, мен де. Ей, мен енді байқамай қалдым ғой. Темірлан, ең жақсы мектеп ол өмірі мектебі. Адам дүние есігін анадан туғанда ғана ашпайды. Өмір адам қайта-қайта жаңадан тууға мәжбүрлейді. Езеп кеттің, Ансар? Қателіктер өмірдің тыныс белгісі. Олар болмаса өмірдің еш мәнісі болмайды. Кетші қомай. Жарайды. Жігіттер, енді не істейміз? Не істесеңдер де ештеңе білмеймін. Мен онсыз да қамамнан айырылып қалдым. Сосын мен өздерін қарыздарына қоспай қойыңдар. Қайта жылай бермеш. Қармақ дегенде нормально қармақ та емес қой. Бір ағашпен бір жіп қана. Сол ағашпен жіп өзінде болмағасын. Маған келіп тұрған жоқсыңдар ма? Жігіттер, не тілесіп кеттіңдер? Біз қалай қазды айтатынымыз бөлек. Күнде қандай ұсыныс бар? Менде бір ұсыныс бар. Таңертең ерте тұрып, ауыл маңайынан темір іздеп, темір өткізейік. Бұны кешке дейін қаңғырғанды аз дейсің ба? Ертең мен жібермейді. Қайсар, жібереді, жібермейді деген жоқ. Қазды бірге төлейміз. Жігіттер, менің өздерін қарыздарына қоспай қойыңдар. Қазір сергелеп кеттім.
Қайсар? Кетіп қалған несің? Жігіттер, менде жеңіл арба бар. Ертең кешке дейін 2-3 мың теңге шығатындай темір іздейік та. Жігіттер. Ертең менде қой кезек екен ғой. Есек те жоқ. Есекті іздеу керек. Жайт, жігіттер, ренжімеңдерші. Мен есекті іздеп қоятайын. Мына өзі кетіп қалған ес. Екеуміз ғана қалдық па, Марат? Кеттік көшеге. Біреудің есегін ұстап мініп алайық. Айбек, қоя салшы бол. Қарыз өзім бірдеңке қылар. Марат, сен қайда кеткен енді? Бәрін кетіп қалған ес. Қарызды мен төлеймін ба? Ботагөз! Қатты тиіп кетпеді ме екен? Мен өз көзіммен көріп қатты тиіп кетті ғой. Қайта бізге тимеген әйтсе ше. Сол ғой. Істеп жатыр екен қазір. Не болды, бота шықпады ма? Жоқ, шықпады. Жатып қалған ғой деймін. Қыздар, ең не істейміз? Ботаның көңілін бірдеңке қылып аулау керек. Оның көңілін қалай ойлайсыңдар? Топ көңіліне емес, бетіне тиді ғой. Мадина, қалжыңдайтын уақыт емес қой. Қыздар, маған кету керек, мамам іздеп жатқан шығар. Маған да кету керек. Ертең көрісеміз ғой. Танысқаныма қуаныштымын. Жарайды, сау болыңдар. Жақсы, сау болыңдар. Аңсар, бәрі қайда кеткен? Бағана кеткен. Туф! Мамам үйге келе салысымен жүгіріп келіп едім, тағы да үлгермей қалдым ба? Үлгермей қалып дегенде жақсы ойнап жатқанбыз. Сосын? Сосын анау қалалықтар келді. Анау Ақеркен үйіне келгендер ма? Сосын анау Темірлан деген бар. Сол топталды, Ботагөздің бетіне бір-ақ ұрды. Сосын Ботагөз ренжіп кетіп қалды. Барлық соның соңынан еріп кетті. Сосын мен қалдым. Барып не қылам? Олар соны төбелесіп қалды ма? Жоқ, төбелескен жоқ. Жай ойнап жатқанда бетіне доп тиіп кетті. Онда мен соларға қарай барайын. Қайсарлар жаңа балықтан келген, үйге қарай қайт. Балық жейтін болдық па? Жоға, дым жоқ. Балық та жоқ, қарыз да жоқ. Қойш, ештеңе ұстамап па? Жоқ. В общем, биылға дым жоқ. Брат, Ботагөз мен білесің ба? Қай Ботагөз? 9-шы класста оқитын. Білем. Өзім іздеп табайын десем адасып кеттім. Біздің ауылда қалай адасуға болады? Сен мынау Ақеркен үйіне келген туыстарсың ба? Танысып қояйық, Марат, Темірған. Сен оны жайша іздеп жүрсің ба? Бағана байқама ренжітіп алған болатынмын. Содан кешірім сұрайын деп. Не істеп ренжітіп жүрсің? Доппен бетіне қатты ұрып қойыппын. Сен қуасың ба? Қыз ұрған несі? Жарайды, мен де сол жаққа барып қам. Жүр. Не істейміз енді? Тоқтай тұрыңдар. Мамам звондап жатыр. Бізді уайымдап жатқан шығар. Қалайсыңдар Айзата? Жақсыңдар ма? Жақсы. Сол ауылға үйренісіп қалдық. Жақсы екен. Саған сен ауылдан көлік жүреді екен. Тәжелеріңе айттым. Ертең сендерді мыңды жүреді. Қалай сонда? Ертең қайтамыз ба не? Бір шаруаға шығып қалып. Мам, бір күн қалайықшы? Жоқ, проблема шығып қалып деп айтып тұрмын ғой. Келу керексіңдер. Мам, өтінем, бір-ақ күн. Арғы күні ауылдан көлік жүрмейді ғой. Жүрет тәте, сенбесеңіз Ақеркеден сұраңыз. Ақерке, айтшы. Жүрет тәте, қазір ауыл бұрынғыдай емес қой, күнде көлік жүреді. Жарайды. Онда арғы күні таңертең ерте шығып кетіңдер. Жарайды, рахмет. Сау болыңыз тәте. Сау болыңыз. Рахмет тәте. Мақсат, негізі сен бағана дұрыс айтыпсың. Ботагөздің көңілін бірдеңе қылып алу керек еді. Сол ғой. Егер де мені тыңдасаңдар, менде бір идея бар. Қандай?
Солай де. Ботагөз негізінен жақсы қыз. Оны байқадым. Өзім шақырып берейін бе әлде өзің шақырып аласың ба? Шақырып берсе негіз жақсы болушы еді. Тоса тұр, қазір шақырып берейін. Ботагөз! Ау! Сәлем, Марат. Не істеп жүрсің? Жай кітап алайын дегем. Машкасы каникул ғой? Ой, ойнап айтам. Темірланның айтатын бір-екі сөз бар екен. Темірлан! Тақсонда мен кеттім. Ботагөз, кешірші маған байқамай қалдым. Ойынға қатты беріп кеттім. Негізі қатты тұрғанымды мойындаймын. Ойынға қатты беріледі екенсің. Болдың ба? Болдым. Кеттім. Бота! Сонымен болмады ма? Болмады. Марат, сіздер не істеп жүрсің? Айжан, біз не істеп жүрсіңдер дегенде, біз жай Темірлан екеуміз жүрміз дегенде, Темірлан екеуміз жүреміз, жүрмейміз. Біз кетіп бара жатырмыз. Сен не үшін келдің? Мен Ботагөзге келгем. Бота үйде. Кірем десең кір, кірмесең, өзің білесің ғой. Жақсы, сау бол. Жарайды. Не болды бауырым? Сөйлей алмай қалдың ба? Түсіндің ғой? Түсіндің ғой. Кеттік ана. Темірлан қайда жүр екен? Көргендер бар ма? Сол Ботагөзге кеткен шығар. Темірлан қайда жүрсің? Сен таба алмай отырыңыз ғой? Жотам Темек қайда жүрсің? Ауылдың қай жерінде болдың? Сен іздеймін деп бүкіл ауылды аралап шықтым ғой. Білмеймін, алан жақта жүргенмін. Темірлан, Ботагөзге барып келдің ғой, бізге айтпай, Қайдағы Бота? Уже Бота деп қояды. Қойындаш болып жатайықшы. Ауылдар ойнап шашып кеттім. Yakın gelmeydi, muhabbet mızza vermeydi. Жатайықшы. Арман! Бергеш! Ақтөс, қайсың? Еші аман ба? Не сөйлемей жатсың, сөйлесейші. Или Арман ренжітті ма? Арман шықсын, әдет қоламай ғой. Бүгін не берді Арман? Ашып кеткен тамақ берген шығар, аямайды ойды. Айбек, сен не итпе сөз отсың да? Той Арман, жап-жақсы сөйлесіп атыр едім ғой. Әңгімемесін шырқын болсын. Ладно, Ақтөс, бар. Айбек, не істеп жүрсің?
Марат қарайды да кешегі мәселені шешейік. Айбек, мен кеше ғана айттым ғой, менде бүгін қой кезек. Арман Қумаш, қайда қой кезек түс болды ғой. Өтірік сылтауынды айтпашы. Айбек, сылтау емес. Есекті де әлі тапқан жоқ. Солай де. Досымның басына күн туғанда есегімді іздеймін. Жарайды, мен кеттім. Айбек, тоқта. Айбек, қайда кетіп барасың? Жапшы ұясыңды. Сәлем ажан, қалайсың? Сәлем. Қалайсыңдар, городскойлар? Жақсымыз ауылбай. Десene, ойнап айтамын. Байқашы, Темірлан, сен кеше олса ойнаймын деп ботагөзді ренжітіп алыпсың ғой? Жоқ, жай ғой. Сен әзіліңді қолай деген ғой. Ренжіме. Мынау заттардың бәрін не істейін деп жатсыңдар? Біреудің туған күні ма? Жоқ, ботагөзден кешірім сұрайын дегенбіз. Енді не істеп кешірім сұрайын деп жатсыңдар? Ағаркенің үйіне бір отырыс жасасақ па деп жатырмыз. Бірақ бір отырыспен құтылып кете алмаймыз ау. Сенде бір ұсыныс бар ма? Ұсыныс дейсің бе? Менде бір ой бар. Қазір суларды ғана қалдырыңдар да, заттарды орын-орнына қойыңдар. Мен сендерге кімнің көмектесетінін білем. Бірақ ол адаммен мен өзім сөйлесем. Сонда не істейміз? Оны кешке көресің. Істейді бұл. Айсар! Мынау? Айсар дейм. Істеп жатсың? Мен ба? Жай Қайсарды оятайын деген ба? Қайсар! Сазан! Қане сазан? Айбек, сен жүрсің. Саған сазан ақ келген бол. Ойш, қане? Ойнап айтам. Қайда сазан кеттік одан да Марат қарып. Қарызы бірнеше қойық та? Мен сендер кеше айттым ғой, ол қарса мені қоспай қойыңдар. Бір сені де дос дейді. Ойнақ. Анау адам болмайды. Қайсар. Аяқталған достық. Ешқашан басталған жоқ. Достық барлық адамдарға беріледі, бірақ оны сақтап қалу үшін кейде реніштерге төзе білу керек. Қайсар, көп үлкен жігітсің, бірақ соны әлі де түсінбейсің е. Қазақта айтады, 100 балық аулағанша 100 досым болсын дейді. Ботагөз! Ботагөз! Тоқтай тұрш, біз қазір оған не деп айтамыз? Кешірім сұраймыз ба? Кешке шайға шақырамыз. Құр шаймен құтылып кеткен ұят емес пе? Білмеймін соны. Ештеңе етпейді, адам ғой түсінеді. Может, айтпай қоямыз, мен кішкене ұялып тұрмын. Ұялатын несі бар? Кешірім сұраймыз да қайта саламыз. Темірланның кесірінен кешірім сұраймыз ба? Тоқта. Алло? Жоқ, біз енді келдік. Күшті. Біз де барамыз. Ботагөзге не дейді? Аха. Все. Солай айтам, я. Все, сылмасың болады. Не дейді? Кім бұл? Біз. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Жақсы идея екен, я? Сәлем, Ботагөз. Сәлем. Мұндай істеушілер? Сол саған келгенбіз. Қалың қалай? Менде бәрі жақсы. Негіз біз саған кеше келгенбіз. Сен ұқтап қалды деген соң кетіп қалдық қой? Кеше бір ыңғайсыз жағдай болды. Сен кешір. Біз сені кешірім сұрауға келгенбіз. Жоға ештеңе етпейді.
Мен ондай заттарға ренжімеймін ғой. Қысқасы біздің саған тосын сыйымыз бар. Кешке әдемі көйлегіңді киіп, дайын отыр. Біз сені алып кетеміз. Қайда? Ол тосын сый. Айсақтар, Марат үйде ма? Марат. Айбек, сен ба? Жақсы өзің қалайсың? Жақсы. Дайынсың ба? Неге? Қарызды төлеуге. Қарызды не істейміз? Не істегеніз? Қаз барамыза, ауылдан темір-тезек өткіземіз. Жеңе аламыз деп ойлайсың ба? Жеңе аламыз, бос істесін. Көп сұрақ қоямын. Қазір онда мен кепкаңды шығайын. Давай. Қайсың? Сәлем Жаңғыл, мен сені тізе таппаймын. Уақыт өткен сайын егер сезім суйт екен, суреттерге өң жетпейді мекенде. Тым қиып сүйім әні, ол биік дейтін әні, теңге теңеуге келмейтін ол мене. Мына бал айтып кетті дұрыс әңгіме, махаббат шынымен суретсіз әнеме. Ал менің бар осы сезімше көрсетсем, көбісі білмейді өзінше бір жетем. Кеудеме кірген бойда сол жақта, сонда сенің орның толып жатқан сезімдерме. Неге сүймесең, онда тексер, еркелеткен кезінде сен маған олай өкпе, ойлама өтірік деп өкпе. Қара бері оу, мұнда қара жүрегіңді бұр, мұнда қара маған олай өкпе, ойлама өтірік деп өкпе. Қара бері оу, мұнда қара жүрегіңді бұр, сен дара Все, молодец, дайынбыз. Күшті болды. Молодец. Әнің күшті екен. Қайда дайындалып жатсың? Жақында көрші ауылда конкурс болайын деп жатыр, соған ғой. Ұнады ма? Иә. Айтпақшы қыздар, кешегі мәселеге байланысты бүгін Ботагөзден кешірім сұрап, тосын сый ұйымдастырайын деп жатырмыз. Қандай? Бағана Темірлан мен Мақсат хабарласқан. Былай істеп жатырмыз. Жігіттер, мынауға жарай ма? Иә, жарайды. Арман, қой кезек не болды? Есегін таптың ба? Жігіттер, қой кезектің кезегі ауысып кетіпті. Есегімді берсем, одан ішінде тұр екен. Енді жігіттер, ренжімеңдер ше? Енді бар қарызыңызды жабай. Жақсы кетті онда. Тұрек. Жарасын алды. Күте тұрыңдар! Мынау Қайсар ма? Иә, Қайсар екен. Қайсар, мамаң жіберді ма? Жырма, Тимеш. Жігіттер, Тима кезек егінді қайдетіңген. Кетіп па? Қайсар, кеше бармайын деп жатқан едің ғой. Ол кеше ғой. Ренжімінес бол кетіп кетіңдер. Сен мені іздеп жүрсең, мен де сені іздеп жүрмін. Сонда андай қалай... Ой, Айжан, мына бейшараң қинамай тез айта салшы, мен үшін іздедің. Қысқасы, маған сендердің көмектерің керек. Көмектесек деген ойдамын. Қандай көмек? Иә, жасаймыз. Жасаймыз дегенде, иә, жасаймыз. Марат, қарыз не істейміз? Қарыз дегенде, қарыз не істейміз? Мамам, бүгін емес, ертең келетін болып, қарызды ертеңге дейін қайтарсаңдар болады. Не көмек керек сонда? Не көмек дегенде, жігіттер былай ғой.
Қасым мені көмек керек маған. Ертең ботагөздің кешірім сұраймыз ба? Ботагөз, біз барлығымыз жиналып сенен кешірім сұрағымыз кеп тұр. Иә, кешір бізді. Кешір. Ботагөз, сенен бәріміз кешірім сұраймыз. Иә, кешір. Жарайды, ештеңе дейді, мен ондағы ренжімеймін ғой. Ал ендеше кешімізді ашық деп жариялаймын. Ботагөз, маған деген біз саған арнаймыз. Маэстро музыка нерей. Ботагөз, сен алғашқы сүйген қызым, көктемім, жазым менің күзім, қысым. Армандап жыл мезгілін қалай күтсем, ол да менің көптен күткен аққу құсым. Қалабем махаббатым қалам қасым, қолғанышы қанаты қарлығашым. Армалап аялаған күндерімді, қалайша сен есіңнен шығарасың. Алтыным менің, егер бардың амалым жоқ қалар едің. Жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қалар едің. Жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Келіңдер, отырыңдар. How many mom now? Yemeği işe de geliyor son bir.
Ya, видно, ты нәрселерін жеп болдыңдар ма? Енді бәріміз отырып ән айтайық. Маэстро музыка мерей. Таспа санамның шектері саусақтарыңда. Ойым саған тәуелді. Ойнама қой, ойнама қой. Ойнама қой, ойнама қой. Саусақтарың саусақтарыңда. Қой, тарпа, сананың шеттері саусақтарыңда. Ойым саған тәуелді. Ойнама қой, ойнама қой. Ойнама қой, ойнама қой. Ойнама қой. Енді бүгінгі кешіміздің басты тәттісі. Бұл біздің достығымыздың белгісі. Айзан, андай, ой, Айзан кеш ұнап жатыр ма? Иә, кеш керемет болып жатыр. Сен не көңіл күйің жоқ? Менде еш нәрсе, жай. Марат, ауырып тұрған жоқсың ба? Жоқ, ауырып тұрған жоқпын. Не болды, Марат, айтсайшы? Айзан, андай... Иә? Айтсайшы? Андай еді, қалай? Жарайды, есін сол. Марат, ажаңа не айтып жатсың, Жоқ, еш нәрсе. Жігіттер, айтпақшы, отын таусылып жатыр, кеттік отынға барып келейік. Иә. Жігіттер қайда кетті? Олар қазір отын алып келуге кетті, қазір келеді. Біз де барайық па? Жоқ, отыра беріңдер, сендер қонақсыңдар ғой. Жігіттер молодец екен. Бізді жақсы қарсы алып алды. Я біздің жігіттер ғой, өздері соғандай ақ көңіл. Я, оған көзіміз жетті. Я, біздің жігіттер сондай, бірақ тек кешегі қарыз болмағанда бұл отырыс бүгін емес, кеше болатын еді. Түсінбедім, не қарыз? Ой, кеше менен дүкеннен қарыз алған ғой, балыққа барамыз деп. Сөйтіп сол ұсталған балықтарды сатып, мен қарызымды төлейміз деген ғой. Бірақ өкінішке орай балық ұстай алмай қалды. Ал дүкендегі қарыз әлі тұр. Ал оның мама білсе, менің де олардың да жаным шығарады. Онда жағдай қиын екен.
қуанышсың ба? Айттым ғой саған ренжіген жоқпын деп. Кеше сені ойлап түні бойы ұйықтамадым. Енді ештеңені уайымдамай ұйықтасам болады. Айтсам болды. Рахмет саған. Мараттың от жаққанына қарап отыра береміз ба? Оданша бәріміз ән айтпадық па? Иә. Көзіңді жұм осы бір сәтте, ештеңе ойыңды бөлме. Екі жүрек үнсіз қалса өміріңнен, айырылып қалатындаймын бір күніңнен. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жағыңды жағайыншы қайтадан. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жағыңды жағайыншы қайтадан. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жалынды жағайыншы қайтадан. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жалынды жағайыншы қайтадан. Осы бір сәтте Ал енді жолдарың болсын. Жолдарың болсын, аман есен жетіп алыңдар. Айтпақшы сосын Сәлем апайға сәлем айтыңдар. Иә. Жақсы, сау болыңдар. Сау Жеткен соң қалай Айтпақшы Марат, мына хат сендерге, бізге кеткен соң оқыңдар. Бота өзге жазған хатын ба? Жоқ, бізге кеткен соң оқыңдаршы. Жақсы. Болды. Сау болыңдар. Сау бол. Апалар жетіңдер. Марат, хатта не жазыпты? Оқсай? Марат, бұл біздің сендерге рахметіміз деп біл. Көп емес әрине, бірақ қарыздарыңды төлеуге жетіп қалуы тиіс. Сендермен танысқанымызға қуаныштымыз. Әлі тағы да кездесеміз деп ойлаймын. Болмаса, қалаға келсеңдер күтіп аламыз. Тағы да рахмет.